Жаңа жыл харам ба? Неліктен? Бұл сұрақ сізді мазалады ма? Неге мұсылмандар жаңа жылды тойламайды? Қалай ойлайсыз? Бұған жауапты бұл мерекенің пайда болу тарихынан ақ білуге болады. Соңына дейін видеоны көріңіз, соңында адам сенгісіз ақпараттарды білетін боласыз. Ең алғаш жаңа жылды Месопотамия халқы тойлай бастаған. Ол кезде жаңа жылды наурыз айында тойлаған. Қыстан құтылып жылы жазға жеткендері үшін табиғатқа алғыс ретінде жаңа жылды тойлаған. Яғни табиғатқа алғыс ретінде құлшылық рәсімдерін жасаған. Ең ауыр күнәнің қандай екенін білесіз бе? Ең үлкен күнә ол Аллаға серік қосу. Яғни жаңағы айтқан табиғатқа құлшылық жасауы, рәсімдерін өткізуі, ол Алла тағалаға серік қосу болып табылады. Демек, жаңа жылдың ең бастауы үлкен күнәдан, яғни Аллаға серік қосудан басталған екен. Одан кейін билікке римдік Юлий Цезарь келіп, жаңа жылды қаңтар айынан бастап тойлауды күнтізбеге енгізеді. Январь айын ол Янус деп атайтын екі басты құдайларына арнаған екен. Яғни Янусқа олар бірі болашаққа, екіншісі өткен шаққа қарайтын құдай деп табынған. Бұл күн келгенде адамдар Янусқа арнап храмға тәттілер мен сыйлықтар апарып біріне бірі сыйлаған екен. Осымен жаңа жылды біттік. Ал енді шырша не үшін деп ойлайсыз? Шырша, яғни ежелде шыршаны адамдар мәңгі тірі құдіреті бар ағаш деп санап, оның ашуынан қорқып, жиі оған арнап құрбандық шалып тұрған екен. Ал ең қорқыныштысы, бастапқыда шыршаға арнап адамдарды құрбандыққа шалған екен. Уақыт өте келе шіркеулер адамды құрбандыққа шалуға тыйым салады. Сонда адамдар оған ілінетін адамның ішкі құрылысының орнына оған ұқсатып қызғылт шүперек пен ағаштарды бояп іле бастаған екен. Бұл салт қазіргі күнге дейін жалғасып, шыршаға түрлі шарлар ілініп, безендіріліп келеді. Шыршаға байланыстыны білдік, енді Ақшақар мен Аяз атаға келейік. Ақшақар мен Аяз ата олар кімдер? Негізінде Аяз ата деп біз көңілді қарияны елестетеміз, дұрыс па? Бірақ оның пайда болуы тіптен қорқынышты ұялатады. Қазір сізге айтып беретін боламын. Басында айтқанымыздай, солтүстік халқы Аяздан қатты жапа шегіп, Аяздың құдайын ашуландырмау үшін жиі құрбандық шалып тұрған екен. Адамдар сол құрбандыққа шалынған адамдарды келт құдайы жинап әкетеді деп сенген. Ал сіз Аяз атаның жанында көк киімде жас қыз не үшін еріп жүреді деп ойладыңыз ба? Адамдардың ессіздігі соншалықты Аяздың құдайына деп арнап, жас қызды ағаш түбіне байлап кететін болған. Егер қыз таң атқанша көгеріп қатып қалған болса, келт құдайы құрбандықты қабыл алды деп есептеген. Яғни Ақшақар мағынасы осыдан шыққан. Шындығында біз асыға күтіп қарсы алатын жаңа жыл пұтқа табынушылардың азғындық пен азапқа толы рәсімдерінен пайда болған қорқынышты мейрам деп атасақ та болады. Бұл күн шайтан үшін ең қуанышты күндердің бірі екені анық. Ендеше Алланың ашуын шақыратын бұл күнді атап өтуден бас тартайық. Хадиспен келтіретін болсақ, кімде-кім бір қауымға еліктесе, онда ол солардан деген. Ендеше бұл мейрамды тойлау адамды кәпірлерге ұқсауға алып келсе, одан әлбетте тыйылуымыз қажет. Себебі амалдардың орындалуы жүректің келісімімен жасалады. Бұл видеоны жақындарыңызбен бөлісіңіз, білсін ол кісілерде. Және де видео ұнаса лайк басып міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.